толық нұсқаулықпен осы видеоны көрмейінше креатин қолдануды бастамаңыз. Себебі бұл өте дәлелдер базасы бар спорттық өнім болып табылады. Және ол шынымен де жұмыс жасайды. Бірақ адамдардың 80%-ы қалай қабылдау керек екенін білмейді. Қазір біз оны кезең-кезеңмен айтып түсіндіретін боламыз. Бірінші қадам қанша қабылдау керек? Формула өте қарапайым. 1 кг салмағына 0,105 грамм жеткілікті. Қарапайым тілмен айтқанда, жұмыс дозасы күніне 5-10 грамм. Көпшілік үшін 5 грамм стандартты. Салмағыңыз 90 килограммнан асатын болса, және ауыр күш жаттығулармен айналысатын болсаңыз, онда сізге 7-10 грамм, яғни 2 қасық қолданасыздар. 20 граммдық күнделікті доза қажет емес. Сіз оны үнемі күн сайын қабылдап тұрыңыз. Екінші қадам, қашан қабылдау керек? Іс жүзінде ешқандай айырмашылық жоқ. Бастысы оны күн сайын жаттығудан кейін, немесе жаттығу алдында, немесе күн мезгілінде тамақпен бірге қабылдасаңыз болады. Креатин әсері сразу бірден бермейді. Сразу айтайын, накопительный эффект ретінде жұмыс жасайды болады. Үшінші қадам, қанша су ішеміз? Күніне дене салмағының әр килограммына ең аз дегенде 30-35 мл. Егер сіздің салмағыңыз 80 килограммнан асатын болса, онда сізге 2-4, 2-8 литр су керек болады. Креатин суды тері астыларына емес, бұлшықет жасушаларына таратады. Сізді тоқ сезіндірмейді. Ол бұлшықеттерді тоқ және күшті етеді. Егер сіз тоқ сезінсеңіз, мәселе тамақтануда. Креатинді қолданғаннан кейін не аласыз? Күштің 5-15% артуы, көбірек қайтылу, көбірек төзімділік, көбірек бұлшықеттің өсуі. Егер сіз дайын тамақтану және жаттығу жоспарын алғыңыз келсе, онда пікірге плюс қалдыра кетіңіз және оны тегін алып кетіңіз.